Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жасанды жерге тұйықтау жүйелері. Сабақтың мақсаты жасанды жерге тұйықтау жүйелерінің түрлері, құрылысы, сипаттамалары туралы түсіндіру. Бағалау критерийлері. Жасанды жерге тұйықтау жүйелерінің түрлерін біледі. Жасанды жерге тұйықтау жүйелерінің құрылысына сипаттама бере алады. Жасанды жерге тұйықтау жүйелерінің сипаттамаларын сызба арқылы түсіндіреді. Сабағымыздың басында бірқатар түсініктерге анықтама беріп өтсек. Жерлендіру. Қандай да бір желі нүктесінің, электр қондырғысының немесе жабдықтың жерлендіру құрылғысымен әдейі электр байланысы. Электр техникада жерге тұйықтау көмегімен жанасу кернеуін адам мен жануарлар үшін қауіпсіз мәнге дейін төмендету арқылы электр тоғынан қорғау. Қорғаныс өткізгіш. Электр қауіпсіздігі мақсатына арналған өткізгіш. Нөлдік жұмыс өткізгіш. Электр қабылдағыштарды қоректендіруге арналған және кернеуі 1 киловольтқа дейінгі электр қондырғыларындағы өткізгіш. Пен. Нөлдік қорғаныс PE және нөлдік жұмыс N өткізгіштері функцияларын қоса атқаратын кернеуі 1 киловольтқа дейінгі электр қондырғыларындағы өткізгіш. Электр техникада жерге тұйықтау екі түрге бөлінеді. Табиғи жерге тұйықтау. Табиғи жерге тұйықтау конструкциясына электр қондырғысын жерге тұйықтау ретінде пайдалануға болмайды. Табиғи жерге тұйықтағыштарға, мысалы, ғимараттың темір-бетон іргетасын жатқызуға болады. Жасанды жерге қосу. Бұл электр желісінің қандай да бір нүктесін, электр қондырғысын немесе жабдықтың жерге тұйықтау құрылғысымен әдейі электрлік қосылуы. Жерге тұйықтау құрылғысы. Жерге тұйықтау құрылғысы жерге тұйықтау құралынан, жерге тұйықталатын бөліктен, жерге тұйықтағышпен жалғайтын өткізгіштен тұрады. Жерге тұйықтау жүйелерінің негізгі сипаттамалары. Кернеуі 1 киловольтқа дейінгі электр қондырғылары үшін мынадай белгілер қабылданған. TNC, TNS, TNCS, TT және IT. TN жүйесі қорек көзінің бейтарабы тұйық жерге тұйықталған. Ал электр қондырғысының ашық өткізгіш бөліктері нөлдік қорғаныс өткізгіштері арқылы қуат көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабына жалғанған жүйе. TNC жүйесі. TNC жүйесі нөлдік қорғаныс және нөлдік жұмыс өткізгіштері оның барлық ұзындығына бір өткізгіште біріктірілген жүйе. Сызбадан көріп отырғандарыңыздай, қорек көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабына нөлдік қорғаныс және нөлдік жұмыс бір тізбекте қосылған. TNC жүйесі 1913 жылы неміс концернімен ұсынылған. Оның ең үлкен кемшілігі нөлдің авариялық үзілуі кезінде электр қондырғыларының корпустарында желілік кернеудің пайда болу мүмкіндігі болады. Осыған қарамастан бұл жүйе бұрынғы КСР елдерінде әлі де кездеседі. TNS жүйесі. TNS жүйесі нөлдік қорғаныс және нөлдік жұмыс өткізгіштері бөлінген. Схемада көрсетілген, яғни нөлдік жұмыс бөлек сыммен тартылған және қорғаныс өткізгіш бөлек сыммен тартылған. TNS жүйесі
TNC жүйесін ауыстыру үшін 1930 жылдардан әзірленді. Жұмыс және қорғаныс 0 тура қосалқы станциядан бөлінеді. Бұл жүйе үлкен экономикалық шығынды қажет етті. Кейін мұндай жүйе тұйықтау жүйесі дифференциалды автоматтар мен тоқтың ағып кетуін іске асыратын, елеусіз тоқты сезінуге қабілетті автоматтарды әзірлеуге мүмкіндік берді. Бұл жүйе қолдау таппаған, себебі ол үлкен шығынды қажет етті. TNC жүйесінің кемшілігі мен TNS жүйесінің кемшіліктерін жою үшін TNC-S жүйесі жасалды. TNC-S жүйесі нөлдік қорғаныс және нөлдік жұмыс өткізгіштерінің функциялары бір өткізгіште біріктірілген жүйе. Бұл жүйеде схемадан көріп отырғанымыздай бір өткізгіште N және PE қосылған, бірақ белгілі бір нүктеде N және PE бөлінеді, яғни ғимаратқа дейін пен келеді және ғимараттан кейін нөлдік жұмыс және нөлдік қорғаныс 2 бөлінеді. TNC жүйесінде PE сымында үзілу мен ажыратқыштары болмайды және электр жабдығының корпусымен жалғанады, ал N розеткалардың қоректендіргіш шығыстарына қосылады. IT жүйесі. Қуат көзінің бейтарабы жерден оқшауланған, немесе үлкен кедергісі бар аспаптар, немесе құрылғылар арқылы жерге қосылған, ал электр қондырғысының ашық өткізгіш бөліктері жерге қосылған жүйе. Сіздерге берілген сызбадан көріп отырғанымыздай, қуат көзінің жерге тұйықталған бейтарабы үлкен кедергілермен қосылған. ТТ жүйесі. Қорек көзінің бейтарабы тұйық жерге тұйықталған, ал электр қондырғысының ашық өткізгіш бөліктері жерге тұйықтау құрылғысының көмегімен жерге тұйықталған. Қорек көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабынан электрлік тәуелсіз жүйе. ТТ жүйесінде қорек көзінің тұйық жерге тұйықталған желісінен электр қабылдағыштар тәуелсіз, яғни жеке жерге тұйықтау құрылғысымен қосылған. Бүгінгі сабақтан түсінгендерімізді мына тапсырмалар бойынша көрсетеміз. Яғни бірінші тапсырмада анықтамалардың бос орындарын толтырасыздар. Яғни қорғаныс PE өткізгіш дегеніміз не? Көп нүктенің орнына анықтамасын жазамыз. Екінші тапсырмада анықтамалардың қандай жүйеге жататынын көрсетіңіздер. Яғни TNC, TNS, TNC-S, TT, IT жүйелерін осы анықтамалардың көп нүктелерінің орнына қоясыздар. Сабақтың соңында сіздерге қосымша материал берілген. Бұл материалдар сіздерге тақырыпты тереңірек ашу үшін көмек береді. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді кері байланыс ретінде жібересіздер. Сіз бүгін нені білдіңіз? Бұл сабақ сізге несімен қызықты болды? Бұл сабақтан сіз не үйрене алдыңыз? Кері байланысты WhatsApp желісі арқылы және